ене тақырыбы прям актуальный екен менің немдеші. Бәрі біреу өздерінің енелерін мақтап жазып жатыр, біреу өз енелерін жамандап жазып жатыр. Әртүрлі история оқып жатырмын, тарихты оқып жатырмын. Біреулер ренжіп жатыр, енем бала қарамақ түгілі вообще көмектеспейді да, наоборот күйеуіміз екеуміздің ортамызға түседі, жамандай дұрыс тұрады деген сияқты. Біреу айтып жатыр, менің енем күшті, постоянно осылай күшті, сіздер сияқты шай ішіп отырамыз, әңгімелесеміз, баламды қарап береді деп. Енді біріншіден бала қарамайды деп ренжіп жатқандарға ешкімнің баласын қарауға міндетті емес қой негізі. Бірақ енді сондай бір немересіне жылы көңілмен қарап көмектесіп жатқан енелерден айналып кетесің ғой. Содан кейін бір енді жаман нәрсе көрем деп жамандай берсең, негізі жаман нәрсе шыға береді. Бірақ мен стараюсь всегда бір жақсы жағын көруге әр заттың. Шүкір, енді енең бірдеңке деп қалса, онымен арпылдасып ұрысып отыру, ол да дұрыс емес. Енеңізге өздеріңізде бір жақсылық жасайсаң, сол в общем енді біреудің ортасына түсіп жататын енелер де бар да. Енді бір жағынан қарап отырсаң, енді бір иногда басыңды түсіріп, ене деген енді үлкен адам ғой, ол сенің жақсы көретін адамның мамасы деп біраз заттарға көз жұмып жақсы қарауға болады. Менің енем енді Құдайға шүкір көз жұмбай-ақ жақсы адам. Бірақ кейбір адамдар болады, кейбір енелер действительно балалары бірдеңке алып беріп жатса, әйелдеріне қызғанып, маған неге әпермейді, неге қатынына береді деген сияқты ондай адамдар да бар. Ана айтады ғой, талбайыптар да қартаяды деген. Құдай өзі кешірсін, ренжімеңіздер. Ондай адамдар бар енді, жоқ емес. Бірақ енді шүкір, енді өзіме бір жайлы адам бұйырыпты, жайлы ене бұйырыпты. Шүкір, егеміз әңгімемізді айтып қойып, күшті жылайтын кезде иногда жылап аламыз, өткен кеткенде еске алып, иногда күліп аламыз. Сол бірге тұрған жақсы екен негізі шын. Сол бір жағынан енді бала қараған жағынан да, әңгіме айтқан жағынан да. Мен даланы түсірейін деп отырсам, сендерге саламатсыз ба? Ислан келе отырғандарда мама баламен отыр. Ал мен пирожки пісірейін деп отырмын. Мен всегда нан ашсам, наным көтерілмей қалатын. Бүгін енді қалай көтерілді ма, көтерілген жоқ па, бірге көрейік. Сымылды анау көтерілейін депті. Көтеріліпті мынау. Саған қалайсың? Ойбай, не болып қалды? Жұтынамай жатсың ба? Бұл жігіт әлі ангина болып жүр. 3 күн қатарынан той басқарды, еще құдалығы бар, в общем, 4 тойды бірақ бастап тастады ғой. Күнде тойға бару керек еді, бірақ бүгін бармай қалды. Бүгінгі тойымыздың ақшасын аз берейін деп жатыр екен, сол үшін бармай қойдық. Қалжың ғой. Картошкасын пісіріп қойдым. Пюресін жасайтын боламыз. Пирожки с картошкой. Күйін деп отыр, кім ау жор ғой. Мақтанған қыз тойда отырады деп. Негіз қызылдау болған жақсы шикі болмайды да. Өзі успокаивать етіп отырмын ғой. Пысықтығым жаман сырт өткен ғой, басына орамалым тағылып тұр. Осы мощный пирожки жасап жатырмын деп, ордасын ашып қойсам шикі болып қалса. Сез жанталасып жасап жатырмын мына жерден. Емеңіз не дейді? Сіз не дейсіз? Нұрғалиева Дания. Мама не дейді? Мама бала қарады бағадан бері. Келініңіздің пирожкиіне қандай баға бересіз? Көрген жоқ қой? Күшті. Жемей жат күшті деп отыр ғой енең жаттан. Енең аферист қой деймін. Енем седеді да просто маған. Жоқ, енең сияқты жоқта. Пирожкиің піспей жатып күшті деп қояды ғой. Мен любой затын жақсы көреді да. Біледі да осындай сұмдық пысық келін алған риза болып отыр ғой. Мама сондай болып жатсың ба? Жаным шешем ау. Сүрмеші. Енді сіз түсірмегенде кім түсіреміз енді? Мама, сіз осы үйдің көріксіз. Осы үйдің... Анаң қара. Мен түсірсем ғана түсірсем. Істеп отырған қарсы анаң қара. Анаң қара. Мен түсірсем түсіріп, мама уже камераға үйреніп. Ау? Зорлықтан болмайды кетеді. Зорлықпен емес қой, мен анда ақырын сұрап көрем ғой, мама бола ма, болмай ма деп. Болады дейсіз ғой сіз. Жоқ деп айтамайды да, жақсы көреді да. Мен маманың жалғыз ал келінімін ғой, білесің ба? Менен басқа келіні жоқ қой оның. Жалғыз түйір. Мама кезінде ойладыңыз ба? Қос
Аслайықтың месі Зухра Хакиева сіздің келініңіз болады деп ойладыңыз ба, айтыңызшы? Жоқ. Танып кеттіңіз ба, Бексұлтан, менімен танысқа осындай күшті ойлап қалдыңыз ба, мені пысық келін болады деп? Бәрін сен зыр жүгіреді деп ойлап қалдыңыз ба? Енең жақтырмайды қойдың сен, е? Жақтырады. Жөне бір түрлі қарап бір түрлі андай. Постоянно настроениесі болмай отырады жатыр. Қалай настроениесі күліп отыр ғой? Енең жақтырмайды сияқты ғой. Көрмейсің аты кішкене. Жоқ, енең жақтырмайды сені. Бейшара баласы үшін көнеді да не істейді басқа енді. Жақтырмайды сені. Ой, біз екеуміз отырып алып сені жамандаймыз айналайын. Шай ішіп отырып. Осындай. Қой пирожкиңді көтер. Етегіңді жап дейді ана. Не сен айтып жүрдің ғой, сөзің барады ғой. Етегін жап, үніңді өшірді ғой. Мен алдым-жылдыммын ғой, алдым-жылдым. Бұлқ-сұлқ өткізіп бәрі жасап Алдым-жылдымда не деген сөз ол? Білмеймін, қазір ғана ойлап Сен біреудің Мексиканың ұраны екенсің, иә, шарбаға? Деген любой ененің арманы ғой. Ой, өзіме көп алсам қалай? Самооценкасы үйде отырамын деп өсіп кетті ғой, е? Қойды. Өз-өзіме сұмдық сенімдімін ғой. Меня бұл жаққа қашып кетті, қашып кетті. Немересін сағынып жатыр мама. Барып бір көріп кетпесе, бір ескеріп кетпесе, мауқы басылмайды. Қашып жатқан жоқ мама. Үйреніп қалды біраз кішкене камераға. Естіп қойдым. Әлемдегі ең сұлу әйел. Сұлу красавица шешем менің. Мен ше? Мен ең сұлу емеспін ба не? Сен одан кейін сұлусың. Ойбай. Қатты сұлу емес болып тұрмын ғой соған қарағанда. Что-то вообще сұлу емес. Әлемдегі ең сұлу әйелден кейін сұлу дегеніме рахмет деп айтсың. А? Әлемдегі ең сұлу әйелден кейін сұлу деп айтқаныма рахмет айтсың. Ойбай, ай, рахмет. Ал, аса қадірлі менің жан жарым, менің пирожкимнің дәмін көріңіз да, бағасын беріңіз. Ана жақта мама жеп жатыр. Мама сізден сұрасам бола ма, болмай ма? Қалай болыпты? Жақсы болып па? Күшті дәмді. Дәмді шик емес па ортасы? Мада бір не болып тұрғанда жігітімнің сөзі сұрамай-ақ қойыншы бұл. Сұрамай-ақ қойыншы. Қалай, нормально ма? Шик оғап. Ой, айтшы. Мощный ғой. Сен пісірген әр нәрсе әдемі ғой. Не пісірсем екен, құдай ау. Бірдеңке пісіргім де кетті ғой. Не пісіріп, беляши пісіріп қоймай қойған ғой дейм. Жеп қойдың ба? Иә. Өтікші бірақ тісе қойып қойған ес? Жұтынамай отыр мен деймін. Жұтынамай отырмын ангинамыз. А былай дәмді, е? Былай мощный ғой. Что өтірік мақтап атқан жоқтым, бір түстен жемей қойды ғой. Мен осы күнге дейін естейтінім расымен де ұл бала шешеге жақын болады, мамасына суретіліп жүреді десе. И ойлайтын ғой енді, кез келген бала енді мамаға жақын ғой енді, шешеге жақын деген сияқты. Өйткені екі қызым маған өте нейтрально қарайды. То есть мама, короче, құшақтайды, сүйеді, жақсы көреді. Мен де оларды жақсы көремін, құшақтаймын, ойнаймыз, күлеміз. И мына үшінші ұл болды ғой енді, бірінші ұлдың сезімі болды да менде. Ойладым, может, бастапқыда деп. Бастапқыда қатты байқалған жоқ. Вот қазір кішкене ес біліп келе жатыр ғой, 9 ай боламыз, Құдай қаласа. Мама мені көзбен іздеп бүкіл қонақташы. Мам деген кезде мен мынандай жақындықтан, вот, осыны айтқан ғой деген сияқты. Бірақ енді бұны бір қатты былай қабылдамағанмын да, сонша енді қатты жақын болады десе. Прям даже ауырғандарында разница бар екен да. Мысалы бізде екі қыз ауырғанда, енді кішкентай кездерінде де ауырды, бірақ былай бөлік түсіп деген ондай болмағанда енді шыдамды температура, есть температура, нормально қабылдайды, жүре береді. Но енді қатты прям енді нет қалса ғана былай болады. Бірағында ұл бала оказывается, біз ана кейде күлеміз ғой, күйеулерімізге, тіпті әкелеріміз ауырып жатса, прям температураға шыдай алмай, внимание жетпей, бүйтіп қалады ғой, бөлік түсіп. Оказывается, ұлдар туылғаннан солай болады екен ғой. И ұлдың да ауырғанда разница ғой. Кәдімгідей уже құшақтап, кеудеңе жатып, внимание жетпей, деп кәдімгідей сондай болып қалады. И кейбір қыздар ренжіп жатады ғой. Маған мам, сен жігіттер керек емес деп, жандарым, мен сендерге бір ұлдың енді ғана ана болып жатқан қыз ретінде айтайын сендерге, келіншек ретінде, я. Ұл бала туылғаннан мам сек екен ғой қыздар.